Ассалаумағалейкум достар. Бұл таным жобасы. Және бүгін біз сіздермен топ 5 эмпирикалық заңдылық жайлы айтатын боламыз. Ендігі кезекте эмпирикалық заңдылық деген не деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіздерде эмпирикалық заңдылық дегеніміз ол өмірімізде кездесетін көп қайталанатын және тәжірибеден өткен заңдылықтар. Және олардың негізгі түрлері көп, бірақ мен сіздерге топ 5 ең қызық деген заңдылық жайлы айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Біріншісі ол Мёрфи заңы, иттік заңы немесе закон подлости. Ол бойынша туындап қалуы мүмкін жамандық бар болса, ол міндетті түрде болады. Мысал ретінде, бір студентке емтихан бойынша 10 билет беріліпті. Ол студент емтиханға дейін 10 билеттің тек қана 9-ына дайындалыпты. Емтиханға барған кезде осы заң бойынша ол студентке дәл ол дайындалмаған 10-ші билет түседі. Одан бөлек, жалпы біз өмірде мұны қалай көреміз? Мысал ретінде, біз бір іске кірісер алдында, кірісейін деп жатқан кезде басқа бір шаруа туындап қалады, оны осы закон подлости дейміз. Немесе біз уф деп бір мәселе шешілген кезде тағы бір мәселе туындай келеді. Яғни закон подлости осындай заңдылық өмірде көп кездеседі. Екінші заңдылық ол Паретто заңдылығы. Паретто заңдылығы ол Вильфредо Пареттоның атына берілген итальяндық экономист және әлеуметтанушы. Бұл заңдылықты басқаша 20-80 деген заңдылық деп атайды. Яғни ол қалай? Ол сіздің істеген 20% әрекетіңіз сізге 80% нәтижеңізді береді. Немесе керісінше, сіздің 80% істеген әрекетіңіз сізге тек қана 20% нәтижені береді. Мысал ретінде, Торонто қаласындағы Корольдік банкінің зерттеуі бойынша, олардың 93% табысын, олардың тек қана 17% тұтынушылар береді екен, яғни клиенттер береді екен. Немесе әлемнің 80% байлығы әлемнің 20% мемлекетінде шоғырланған. Орынды сұрақ туындауы мүмкін, не 75-25 емес, неге 70-30 немесе 90-10 емес. Бұл бойынша жалпы бірінші ретте ол 20-80 немесе 80-20 деген дүние, ол шартты дүние, оның негізгі мәні санға емес, сапаға жұмыс істеу деген түсіндірді. Біздің қазақ қарапайым айтады ғой, сан емес, сапаға жұмыс істеу, яғни 20% сапа әрекет сізге 80% жалпы нәтижені береді. Немесе 80% сапасыз әрекет сізге 20% әйтеуір деген бір нәтижені береді. Үшінші заңдылық ол Оккам ұстарасы. Оны ағылшын философы Уильям Оккам ұсынған еді. Ол бойынша туындаған мәселенің бас себебі ең қарапайым себеп болып табылады. Яғни бір туындаған проблема немесе құбылысты түсіндіретін бір қарапайым себеп болатын болса, онда ол осы қарапайым себеп негізгі себеп болып табылады. Мысал ретінде, егер адам ауырып қалатын болса, ол бізде оған көз тиіп қалды немесе басқа дүние болып қалды деген бір орынсыз себептер қоса береді. Оккам заңдылығы бойынша ұмытпау керек, что оның негізгі себебі ол қарапайым түрде ол адамның далада жеңіл жүруіне байланысты болуы мүмкін. Осыған байланысты қазақ мақал бар да, ауырып ем іздеудің орнына ауырмайтын жол ізде дейді. Яғни қосымша себептердің орнына ең қарапайым себеппен күресу керек дейді. Осы Уильям Оккам ұсынған. Төртінші заңдылық Паркинсон заңдылығы. Оны ағылшын тарихшысы Сирил Паркинсон мырза ұсынған. Ол бойынша жұмыс оған берілген уақытта отырады. Ол кісінің мысалы бойынша, бір апаға немересіне хат жазуға бір күн берсе, ол кісі бір күн бойы сол хатты жазып шығады. Бұл заңдылықты негізі өмірде қызық пайдалануға болады. Мысалы ретінде, сіздің ойыңызша бір жұмысты 5 сағат істеу керек болса, негізі оны істеп беретін болсаңыз, ол негізі 3-2 сағатта бітіп қалатын шаруа болуы мүмкін заңдылыққа сәйкес. Одан бөлек, шынымен өмірде мынандай дүние бар. Студенттерге 15 апта беріледі бір семестрде оқуға. Олар 14 апта сабаққа оқымай жүріп, бірақ 14-ші аптадан 15-ші аптаға бір аптаның ішінде бүкіл программаны қайталап шығатын қабілеті пайда болады да, сверхъестественный. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл бұдан басқа да осындай қызықты өмірде дүниелер болып тұрады. Және Паркинсон мырза осыдан басқа тағы да өзінің екінші, үшінші заңдылықтарды ұсынып кеткен. Егер сіздер қаласаңыздар, мен ол заңдылықтар бойынша бөлек видео жасайтын боламын. Енді соңғысы ол Хэнеман ұстарасы заңдылығы. Ол бойынша адамның ақылсыздығымен түсіндіруге болатын мәселені ол адамның теріс ниеті ретінде көруге болмайды. Мысал ретінде сіз дүкенге барып бір айран аласыз, ол айранның жарамдылық мерзімі өтпеді және сізге ең бірінші туындауы мүмкін ой, ол осы сатушы дүкендегі әдейі сізге жарамдылық мерзімі өткен айран сатып жіберді деп ойлауыңыз мүмкін. Ал негізі қарапайым тұрғыда ол кісінің жауапкершілігі жоқ болу немесе ол кісінің ақылсыздығын байқамауынан тұнып қалу мүмкін дүниеде.
яғни бұл заңдылық шынымен Хэнман ұсынған заңдылық жалпы көп айтатын дүние. Ол әлемде масондар басқарады немесе басқа деген бір теория заговорлар көп та негізі. Бірақ Хэнманның айтуы бойынша негізі оның барлығы бір заговор емес, ол қарапайым тұрғыда сол адамдардың ақылсыздығынан туындаған дүниелерде. Мысалға қазақта күшті мақал бар: ақылсыз атқа мінсе атасын таптап кете жаздайды дейді да. Яғни бұл жақта Хэнман мырзаның идеясын қазақ мақалына көрсек те болады. Жалпы достар, осымен аяқтаймын. Мен сіздерге 5 эмпирикалық заңдылықты түсіндіріп бере алдым деп ойлаймын. Түсіндіріп және оны сіздер ары қарай пайдаланады деген ойдамын. Және алдағы уақытта біздің танымымызды кеңейту үшін тағы да видео жасайтын боламыз. Бізбен болғандарыңыз үшін рахмет.